Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздермен Google-дың сабақта пайдаланылатын құралдары тақырыбындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қарастыратын платформамыз Classroom деп аталады, немесе қарапайым тілден Google Class деп аталынады. Оған кіру үшін ең алдымен өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз. Одан кейін оның қасындағы төртбұрышты басып, Class деген батырманы таңдаймыз. Бұл кезде мынандай бос класс шығады бізге. Бұл класс деп жазылып тұр қасында. Енді бізге осыны толтыру керек, тапсырмаларды орындату керек оқушыларға. Ол үшін біз плюс батырмасын басамыз. Бұл кезде қосылу және курс құру деген екі түрлі шығады. Қосылу деген бұл оқушыларға арналған. Біз курс құруды басамыз. Төмендегі төртбұрышқа белгі соғамыз да жалғастыру дегенді бассақ, мынандай курстың атауы шығады. Оған мысалы жаңа заман философиясы деп жазайық. Бұл қарау болсын бізде. Ал курстың атауы философия. Сондай-ақ біз пәннің атын және аудиторияны жазуымызға болады, оған тақырып жазуымызға болады. Сақтау дегенді басамыз. Міне біздің курсымыз сақталды. Мұнда өткенде сабақтарда көрсеткеніміздей темасын ауыстыруымызға болады. Ол үшін выбрать тему дегенде, немесе загрузить дегенді басу арқылы біз бұл теманы басқа түрдегі темаға ауыстырып ала аласыздар. Енді негізгі баптауларын қарастырамыз. Ол үшін жоғарыдағы төртбұрыштың қасындағы батырманы басамыз. Міне біздің курс туралы мәліметтер жаңа толтырғанымыз шықты. Оның астында жалпы мәліметтер шығады. Мұнда ең алдымен бізге код беріледі. Осы кодты біз көшіріп алып, оқушыларға WhatsApp, Telegram немесе әлеуметтік желілер арқылы беріп, оқушыларды өзіміздің сабағымызға шақыра аламыз. Көшіріп аламыз. Немесе мынандай код шығады. Осы кодты да көшіріп алып, жаңағы оқушы өзінің Google классына кіріп, қосылу дегенді басса, одан код сұрайды. Бұл кезде осы кодты жазып, ол да сабаққа қосыла алады. Одан кейін лентада оқушылар не істей алатындығы туралы таңдауға болады. Одан кейін лентадағы тапсырмалар қандай түрде болуы мүмкін екендігі көрсетіледі. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай. Кез келген белгіні. Бұдан кейін бағалау деген. Бағалау дегенді басу үшін біз бағалауды таңдаймыз. Және де бағалау критерийлерін таңдаймыз. Бұл кезде бізге мысалы классикалық үлгідегі 5 немесе 100%. Бұдан кейін сақтау батырмасын басамыз. Біздің негізгі жаңағы баптауларымыз сақталды. Енді сабақты ең алғаш басталған кезде біз оқушылармен амандасып, оларды түгендейміз, ұйымдастыру кезеңі. Ол үшін біз мына лентаны пайдаланамыз. Мысалы, сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сабаққа қатысып отырғандықтарыңызды білдіріп, плюс белгісін басыңыздар деп жазып, мен мысалы жарияладым. Енді студенттің атынан кіріп осы лентаны қарайтын болсақ, ол үшін біз инкогнито режиміне кіреміз. Жаңағы өзіміз көшіріп алған сілтемені басамыз. Бізге өз аккаунтымызға кіруді ұсынады. Аккаунтымызға кіреміз. Басқа аккаунт таңдап алайық. Міне, біз оқушы ретінде кірдік. Сол кезде бізден бірден сұрап тұр, міне қосылу дегенді басамыз. Сабаққа қосылуды
Міне жаңағы оқытушының бізге сәлеметсіз бе құрметті студенттер деген тапсырмасы көрініп тұр. Енді біз бұл жерге сәлеметсіз бе деп плюс белгісін басайық. Оқытушыға жібереміз. Міне біздің көзімізде шығып тұр. Енді оқытушыда шығып тұр ма екен, көреміз. Осын бетті жаңартамыз. Бетті жаңартсақ, міне біздің сәлеметсіз бе деген хабарламамыз плюс белгісімен бірге шығып тұр. Осылайша оқушылармен осы чат құрып, осы арқылы тапсырмалар беріп, оларда тексеру осылайда жүзеге асыруға болады. Бірақ бізде тапсырмалар деген бөлек бет бар. Осы бетке кіретін болсақ, тапсырма құру деген тұр. Мұнда бізге әртүрлі тапсырмалардың түрлері береді. Тапсырма, тест қосылған тапсырма, сұрақ, материал, қосымша тағы да пайдалану, жаңа тема деген біз тапсырманы таңдайық. Мұнда бізге тапсырманың атауын жазу, және нұсқаулығын жазу ұсынылады. Мысалы, біз берілетін тапсырмамыздың атауына жаңағы сұрақтарға жауап беріп, тестті толтырып жібер деп жазып, содан кейін оның толықтай нұсқаулығын әрқайсысын жеке-жеке бірінші тапсырма бойынша мынандай, екінші тапсырма бойынша мынандай тапсырмаларды орында деп жеке нұсқаулықта көрсете аламыз. Бұдан кейін қосу және құру деген екі батырма бар. Егер де біз қосу батырмасын бассақ, бізге өзіміздің Google дискімізден, немесе сілтемеден, немесе файл жүктеу арқылы, немесе YouTube арқылы қосу тапсырма қосуды ұсынылады. Мұнда мысалы Google дискіні таңдайтын болсақ, біздің Google дискіміз ашылады. Міне Google дискіміздегі бар тапсырмаларды бізге жүктеуімізге болады. Мысалы, мен жаңағы өткен сабақтарда көрсеткен Google тақтамен жұмыс жасау кезіндегі тапсырманы немесе Google құжаттармен жұмыс жүргізген туралы тапсырманы қоя аламын. Міне мұнда Jamboard деп көрсетіліп тұр. Мұнда бұл жаңағы Google тақтада орындалған тапсырма. Екіншісінде Google документі деп тұр. Бұл Google құжаттарда орындалған тапсырма. Сондай-ақ басқа да тапсырмаларды қосуға болады. Келесі сілтеме дегенді бассақ, бізге сілтеме қоятын орын көрсетіледі. Осы орынға кез келген қордың сілтемесін алып, осы сілтемені беру арқылы оқушыларға сол сілтеме арқылы өтіп, тапсырманы орындау туралы жаңағы нұсқаулықтар жазып көрсетуге болады. Келесі файл жүктеу. Бұнда өздеріңізге барлығы түсінікті болу керек. Бұнда біз жаңағы басатын болсақ, өзіміздің компьютерімізде кез келген жердегі құжатты осында жүктей аламыз. Сондай-ақ өзіміздің дискідегі құжатты да жүктей аламыз. Дискіден алып, мен жаңағы презентацияны жүктеймін. Міне презентация жүктелді. Келесі YouTube деп аталынады. Бұл белгіні бассақ, бізге жаңағы YouTube-тан іздеу, немесе жаңағы дайын сілтемеміз болса, осы сілтемені қою арқылы, немесе жаңағы іздеу батырмасын басу арқылы, мысалы, жаңа заман деп іздеп көрелік. Міне бізге іздеу беті барлық жаңа заман философиясына байланысты видеоларды беріп отыр. Бұның ішінде біз өз видеомызды таңдайық, авторлық құқығымыз болсын. Міне жаңағы біз барлық төрт түрін тапсырманың орындадық. Енді құру деген батырманы басатын болсақ, бізде бұнда Google құжат құру, презентация құру, кесте құру, сурет құру, форма құру да ұсынылады. Бұның барлығын біз өткен сабақтарымызда өткен болатынбыз. Егер қарамаған болатын болсаңыздар, сілтеме арқылы өтіп, менің каналыма өтіп, сол каналдан қарауларыңызға болады. Мысалы, құжат дегенді бассақ, бізге мынандай жаңа құжат ашылады. Оның ең алдымен жаңағы қолжетімділігіне жаңағы сілтеме жасауымыз керек. Өткен сабақта мен бұның барлығын көрсеткенмін, қайтадан көрсетіп жатпайын. Сол сияқты жаңағы құру дегенде біз презентацияда да дәл осындай өткенде біз көрсеткен болатынбыз. Суретті қалай салу керек екенін және Google формада жаңағы тест құрастыруды да біз көрсеткен болатынбыз. Толықтай бұл форманың қалай жұмыс істейтіндігін, мысалы ол формадағыны біз жаңағы қосу дегенді басып, Google дискіден осы Google формадағы тестімізді де қоса аламыз.
жаңағы тестте бізде алдындағы тестimiz көрінбей тұр. Негізі түсінікті ғой деймін, иә, барлығы да. Осы тапсырмалардың барлығын құрып, қосып болғаннан кейін біз оң жақтағы бөлікке көшеміз. Бұл бөлікте тапсырманың кімге берілетіндігі туралы көрсетіліп тұр. Одан кейін баға, тағы да 5 деген бағаны қоюға болады, немесе 100%. Одан кейін тапсыру уақыты көрсетуге болады. Бұнда біз жаңағы кез келген жаңағы календар ашылады да, күнтізбе арқылы тапсыру уақытын көрсете аламыз оқушыға. Одан кейін бағалаудың бағамдарын толықтай көрсетіп жаза аламыз. Әрбір бөлік үшін, мысалы, Gboardта орындалған тапсырма үшін біз қандай бағам бар, Google құжатта орындалған тапсырма үшін қандай бағам бар, осының барлығын орындап болғаннан кейін біз жаңағы тапсырманы сақтаймыз. Енді келесі бөлік бізде қолданушылар деп жазылып тұр. Бұнда қолданушылардың ішінде біздің міне оқушының біреу екендігі көрсетіліп тұр, және де бір оқытушылы көрсетіп тұр. Одан кейін бағалау деген батырма бар. Бұнда біз егер оқушы тапсырманы орындап жібергеннен кейін барып қана, бұл батырмада біздің жаңағы оқушының жұмыстарын бағалауымыз осы жерде журнал түрінде көрсетілетін болады. Міне Google кластың негізгі көрсеткіштері осындай болып келеді. Алдағы уақытта жаңағы жеке курстар құрып, мен бұлардың қалай толықтай жүзеге асырылатындығын сіздерге көрсететін боламын. Бұл қысқаша Google класс туралы жаңағы болуымыз осымен аяқталады. Каналға жазылыңыздар, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.